Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай қолдан лапша дайындайтын боламыз. Өте дәмді, өте оңай, ең қарапайым жолы. Қазанымызға суымызды құйып, етімізді саламыз. Дәміне қарай, татымына қарай тұзымызды салып, етімізді бір қайнатып аламыз. Оған дейін қамырымызды илеп дайындап қоямыз. Ұнымызға бір жұмыртқа, тұзымызды қосып, жылы суымызбен жақсылап қаттылау қамыр илейміз. Осылай барлығын біріктіріп, қолға жабыспайтын орташа қаттылықтағы қамырды илеп шығамыз. Ұнымыздың барлығын жинағаннан кейін қамырымызды біріктіріп 5-10 минуттай қайтарып илейміз. Осы қамырды енді жарты сағатқа тынықтыруға жібереміз. Жарты сағаттан кейін ие қанып, жұп-жұмсақ болып тұрады. Қазанымыз қайнағаннан кейін еттің көбігін осылай 1-2 рет алып аламыз. Қалауыңызға қарай көкөністерді майдалап турап саламыз. Енді көкөністеріміз піскенше ие қанып тұрған, жарты сағаттай тұрған осы қамырымызды алып, кеспеге жайып аламыз. Қамырымызды қолымызбен күлшелеп алып, ұнымызды сеуіп, жәймендеп жайып шығамыз. Қамырымызды осылай ортасына ұнды себелей отырып, екі шетінен басып, илеп аламыз. Осы видеодағыдай етіп, екі шетінен бүктесеңіздер, жиектер қалың болмай, жұп-жұқа бір тегіс болып жайылады. Қамырымызды осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Енді ортасына молырақ етіп ұнымызды сеуіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Кескен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Ұнымызды сеуіп, оқтауға ораймыз. Және де оқтаудың ортасымен өткір пышақпен кесіп аламыз. Және де осы кескенді видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Сол бөліктерді кішкене лапшаның көлеміндей етіп кесіп аламыз. Қолдың кеспесі дүкеннің кеспесіне қарағанда біршама дәмдірек болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Осылай барлық кеспені кесіп аламыз. Ұнды молырақ септік. Жабыспайды кеспеміз. Барлық қамырымызды кесіп алғаннан кейін видеодағыдай жасаймыз. Қамырдағы артық ұндар түсіп, сорпаңыз қоп қою болмайды. Етімізді сүзіп алып, тамаққа майдалап тураймыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып, қатпаршақ болып қалмас үшін жақсылап араластырамыз. 10 минуттай бетін жауып қалдырамыз. Осылай турап алған етімізбен араластырып, тағамымызды ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең қарапайым рецептісі. Ас болсын.